Бірінші, қош келдің елге. Қош көрдік. Алғашқы сұрақ, ол гранд-балға қатысты. Қайырымдылық гранд-балының бұл бірінші рет болып отқан жоқ. Жалпы осы туралы қысқаша айтып өтсең, қысқаша. 4 жыл қатарынан өтіп жатқан бал. 2015-те бастадық. Бүгінгі күнге дейін енді 4 жыл қатарынан қайырымдылық бал облыстық статустан биыл республикаға алмасты. Тақырыбымыз биыл Place of Mercy, қазақ тіліне аударғанда мейірім мекені деп аталады. Биылғы балымыздың символы өз бүйрегін бейтаныс қызға берген оралдық Абзал Абдиевтің историясымен, оқиғасымен байланыстырып алып отырмыз. Шымкенттік та шатыспасында? Шымкенттік қызға берген сол жігіттің историясы биыл. Жарайды. Енді жалпы қайырымдылық гранд-бал басталған уақытта әлемдік деңгейдегі жұлдыздардың аты жөндері беріліп, жалпы сол жұлдыздармен қатар суретің де ілініп тұрды. Бұл жағдайға қалай жеттің? Жалпы бұған келудің себебі не болды? Global Gift Foundation деген әлемдік ұйым бар. Бұл ұйым шынымен де өте ауқымды ұйым. Оның ресми сайтында globalgiftfoundation.com-да қарауларыңызға болады, 70 адам директорлар кеңесінің мүшесі ретінде тағайындалған. Оның ішінде 50 Cent, Will.i.am, Никола Шерзингер, Лара Фабиан сияқты тағы басқа Дэвид және Виктория Бекхэмдер. Сол тізімнің қатарында мен де бармын. Мен Қазақстан және Орта Азия бойынша директорлар кеңесінің мүшесі болып табыламын. Жыл сайын Global Gift Foundation талқылайтын әлемдік жаһандық мәселелерде мен де өзіндік бір дауыс беруге құқығым бар сол жерге барып. Мен соңғы қатысқан шарам осы биыл сәуір айының 25 күні Памела Андерсон, американдық канат актрисасы екеуміз бірге Парижда, Фосижн отельда орналасқан шарада өзіміз баяндамамызды оқып, әлемдік жаңағы жұлдыздардың алдында осылай бірінші рет өзімнің өнерімді көрсеткен болатын. Өнер емес, қалай айтам, баяндамамды оқыған. Бұған қалай келдің? Жалпы қандай сатыдан кейін, қандай оқиғалардан кейін? Ең басты саты ол осы ұйымдастырып жүрген гранд-бал. Гранд-балды мен ұйымдастыратын мен өзімдік қайырымдылық фондым бар. Сол қайырымдылық фонды бұл Оралда 4-ші жыл қатарынан гранд-балдан өзге. Гранд-бал ол тек халықтың алдында өтетін үлкен шара. Ал сол гранд-балға дейін, гранд-бал біткеннен бастап келесі гранд-балға дейін өткізетін біздің өзіндік шараларымыз бар. Біз оның барлығын бірде айтпаймыз. Енді қазір былай ғой, мысалы қайырымдылық жасасаң, сәл оны көрсетіп істесең, сені сынаушылар көпті. Неге үлгі болмасқа? Қазірде мысалы теледидарды қосып қойғанда жаман жаңалықтар ғана жіберетін болса, онда былай айтқанда адамның барлығын соған үйретеді. Мейірімділікке, қайырымдылыққа, жақсылыққа, ниеті түзу болуға үйретуге осындай шаралар сеп болады деп ойлаймын. Сондықтан да осы шараны ұйымдастыру мақсатында 4 жыл қатарынан ұйымдастырып келатырық. Бұдан бөлек бізде ай сайын өтетін акциямыз бар. Қарттар үйіндегі ата әжелерімізбен бірге біз жаңағы сән салондарына апарамыз. Көп бізде шаралар жанайдар. Солардың барлығын мен негізінде өзімнің қайыр фондымда осы Global Gift Foundation-ның басшысы Мария Браво ханымға осындай шаралар айналысамыз, сіздермен бірге ұйымдастырса қалай болады деді. Ол кісілер тәуелсіз сарапшылар арқылы атқарылған жұмыстарды финанс жағынан, барлық жағынан тексере келіп, біздің ұйымның расымен де әлемдік ұйымның қатарына қосуға болатынын растап, осы Global Gift Foundation-ға өздері жаңағыдай мүше болуға ұсыныс білдірді, ұсынысын қабыл алдым. Енді сол 70 адамның ішінде Қазақстаннан тек қана сен жалғыз өзің барсың да? Орта Азия. Орта Азия бойынша жалпы, иә. Ал осы өзінің қайырымдылық қорынан басқа, Орта Азия бойынша, жалпы Ресей бойынша басқа қайырымдылық қорлар бар ма жалпы? Жоқ, бұл жерде ешқандай қайырымдылық қоры жоқ, бірақ мен өзім бірге жұмыс атқарған Зарының, немесе Мириматенің ұйымдары бар, которые олар Global Gift Foundation-ға кірмейді, бірақ басқаша біз бір-бірімізбен жұмыс жасаймыз. Яғни қалай, мысалы бір бас жақсы, екі бас одан да жақсы деген, егер екі ұйым бір іс атқаратын болса, оның нәтижесі тезірек болады. Сол сияқты бүгінде, мысалы, дәл бүгін бізді Гранд Зодиакта өткен қарекет ұйымы бір үйге жаңағы бір 9 отбасына пәтер, 9 жаңағы адамнан тұратын отбасыға көп балалы пәтер сыйлады. Сол жерде біздерді шақырды. Біз оларды шақырдық. Яғни қайырым жасайтындардың оның ешқандай бір эгоизмдік қасиеті жоқ. Яғни істеймін деген ұйыммен бірге ұйымдастырып істей беруге болады. Жарайды. Ниет түзу болса болғаны бастысы. Жақсы. Енді бұл бастамасы тек. Әлі де үлкен ауқымда, әлемдік ауқымда шықсын деген тілегім бар.
Енді келесі сұрақ. Ол енді кішкене ары қарата кетейік. Бұрынғы уақыттағы студенттік кезден бастап дейік. Мамандығың туралы көрермендерге айтып өтсең, және ары қарата бірден Астанаға кетуге не себеп болды, сол туралы айтып өтсең. Мәдени тынығу жұмысы мамандығы бойынша Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті Махамбет Өтемісов атындағы осы Орал қаласында 2009 жылы оқуға түстім. 2013 оқуды аяқтадым. Студенттік кезім енді басында өте пессимист болдым, себебі деген дым қызықтырған жоқ. Қызықтырмаған себебі мен орыс тілін өте шорқақ білуім болды. Себебі мен ауылда орыс тілін өте жақсы білген жоқпын. Біздің ауылда орыс тілін өте жақсы біледі деп те айта алмаймын. Солдан енді ауыл Маралтөбе, ол осы жерден 128 километр, 140 километрде алыс жатқан ауыл. Сол қалаға келгеннен кейін қазақ баласының кез келгенін ауыл баласының басындағы комплекс маған да тап болды. Яғни тіл білмегендіктен сен пысықтан алмайсың. Тіл білмегендіктен ортада жаңа өз-өзімен сәнді киініп жүретін қаланың балдарының қасында өзіңді бір саты психологиялық тұрғыдан төмен санайсың. Бірақ оның бәрі қазір түсіндім, оның бәрі бос нәрсе екен. Мені көріп отырған ауылдың жаңа жастары болса, жаңа бірінші курсқа келіп отырсаңыздар, қаладан оның бәрі бостан босқа құр психологиялық нәрсе, уақыттарын жоғалтпаңдар, қаланың баласымен тең тұруға сіздердің де құқықтарыңыз бар. Сондай болды. Мен ондай батылым болған жоқ. Бірінші, екінші жылдары Оралда жүрген кезде бір не болдым да. Кішкене Ұялшақтау, өзімнің ойымды жеткізе алмаймын. Расында да орысша акцентімнен өзім ұялып жүрдім. Одан кейін түстім, мысалы Кавказдардың өздері орыс акцентпен сөйлейді. Сол кезде олар тіпті қазіргі кезде акцент әдемілік болып кеткен соншалықты табыл акцент танымал Кавказдар үшін. Бұл нәрсені олар тіпті Кавказ адам фишка қылдырып алды, және таза орыс тілінде сөйлесе, Кавказдарға бір түрлі қарайсың, керісінше. Сондықтан бізде де ешқай жерде жазылған қағида жоқ қой, мен қазір орыс тілін емін-еркін білемін, бірақ білу, жаңағы таза сөйлеу деген міндетті емес та. Басса ана тілінде таза сөйлеймін, ол мен ұялмаймын ол үшін. Және де осы болды. Сол 3 жыл дегенде жаңағы өзінің ұялшағымды басып, жаңағы белсенді жұмыстарға араласа бастадым. 4-ші курста жаңағы белсенділік өте қатты арта түсті. Содан кейін ең соңғы есімде 4-ші курста мен академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша өзім ниет білдіріп, Польшаға Быдгош қаласына халықаралық туризм және мәдениет университетіне барып білім алуға ұсыныс білдірдім. Барып оқыдым, қосымша білім алып, сол жақта The Voice Poland жобасын жаңағы көріп, Қазақстанға келіп, БКМУ дауысы деген жоба ұйымдастырдым. Бұл жоба ол кезде Қазақстан дауысы да, Голос России да болмаған. Сондықтан біздің өңірдің тұрғындары үшін бұл какой-то нонсенс болды. Барлығы таңғалып, бір ерекше эйфория болды. Сол жобаны ұйымдастырып болғаннан кейін маған университеттің проректоры, әлі күнге дейін осы Махамбет Өтемісов атындағы БКМУ-да тәрбиесі жөнінің проректоры Тимеш Молбағарқызы Дәрішева сахнаға шығып, Түркияға 2 адамға саяхатқа жолдама берген болатын. Университет атынан? Университет атынан деп айта алмаймын, скорее өзінің атынан, жеке өзінің атынан. Сол кезде Тимеш Молбағарқызы жаңағы саяхатын әлі есімде, Тимеш Молбағарқызыға барғанда айтқан, сен енді жағдайың жоқ баласың ғой, сен мүмкін саған бұл ақшаны өзіне алып қаларсың, саяхатқа бармай-ақ қойсаң қалай болады. Бірақ айтамын, жоқ, Тимеш Молбағарқызы, мен сізді ұятқа қалдырғым келмейді, себебі сіз айттыңыз халықтың алдында, ертең халық күтуі мүмкін. Барды ма, барған жоқ па? Кім біледі, мен бұл ақшаны алып өзіме жаратып жатқанымды. Саяхат дедіңіз, саяхатқа барам. Кіммен барасың дегенде, мен айттым, анаммен бірге барам. Себебі есімде 11-ші класста ауылда мектепте оқып жатқан кезде мамам түрік сериалдарын жақсы көріп қарайтын. Сол кезде бір сабақты оқымай қалған күні мамам қатты ұрысқан маған. Жаңа біздің мамам, менің мамам өте қатаң адам болды кішкентай кезінде, себебі мен 2 жаста әкесі қалғасын, ол кісі бәрімізді көп балалы болғасын, жетеумізді өте қатты тәрбиеледі. Бізді ұрды кішкентай кезімізде, үйге қондырмаймын деп қорқытқан күндері болды. Себебі оның барлығын қазір түсіндім, ол мені тәрбиелеу бағытында болған екен. Сол себепті анама рахмет айтамын. Ал сол кезде анамдай 11-ші класста бір ұрысып қалған кезде айтқанмын, мама, көрдіңіз бе, қатты сөзге айта алмайсың ол кісіге, деп осы сөзді айтып қалған месінде, мама, сізді бір күні мен Түркияға алып барам, осы қарап отырған сериалға деп айтқан. Сол кезде арманым орындалып, осы мамамды Түркияға апарып келдім осы жерде. Сөйтіп келдім, 2-ші шілде 2013 жылы қап-қара болып загар алып Оралға келген күнім. Сол күні кешке диплом алдым. 3 күні пойыз жүрмейді екен.
үйдегілер диплом алғанымда жуып жатыр Оралдан. Өздерімен ой, мен ары қарай қайда жұмыс жасаймын деп. Қайда жұмыс жасаймын емес, қайда тұрам деген сөз бірінші сол ой келді. Өмірім болашақта қайда тұрсам болады деп. Алматыны ойладым, Алматы, бірақ маған андай көп адамдар Алматыдан өнер адамдар Астанаға көшіп жатырған сияқты болып көрінді. Сосын Астананы ойладым. Астана маған жүрегіме жақын болып көрінді. Әлі жаңа алаң, бір білдім, енді қазір Астанаға сол кезде ойлағам 50 жылдан кейін барсан, Астанаға кіру қиын болады. Қазір кіріп алу керек та, бұл Астанаға деген өзімнің стратегиямды құрдым. Сосын бардым да пойызға билет сатып алдым, Плацкартқа 2 күнге жүретін пойыз кәдімгі. Үйге келіп айттым, ол жерде өтірік айтуыма тура келді. Себебі айттым үйдегілерге, мені жұмысқа шақырып жатыр, Астанаға кетемін дедім. Неге өтірік айттым? Себебі анам мені бұдан бұрын Жүргеновке оқуға тапсырамын дегенде жіберген жоқ. Алыс деп қорықты. Сондықтан осы жерде маған өзімнің болашағым үшін кішкене алдауға тура келді. Сөйтіп Астанаға кетіп қалдым. 4 күні пойыз жүреді, жаңағы пойызға отырдым. 5 күні жолдамын, 6 күні түстім. 6 шілде 2013 жыл Астананың мерекесі, Астананың ең алғаш кездескен күнім. Сол күні қолымда багажым бар, қалада жүріп, көшеде квартира іздедім. Қалтамда 2 ай жинаған стипендиям бар, 15 мың, 30 мың теңге. 30 мың теңгемен бірге квартира іздедім. Менде қазір күлкілі ғой, енді квартира қайдан табасың? Танысым жоқ ешқандай. Ырысбек деген класстасым бар, Ырысбекке хабарластым. Ырысбек ол стройкада жұмыс жасайтын, құрылыста. Ырысбек, мен квартира іздеп жүрмін, таба алмай жатырмын. Мен праздник, тем более праздник күні есі дұрыс адамға кім квартира береді? 30 мыңға. 30 мың теңгемен. 30 мың барлығын жойып тастауға болмайды, оның частын жою керек, қалған ай өмір сүру керексің. Сосын Ырысбекке айтамын, Ырысбек айтты, мен айттым, квартираны алып баршы, сен тұрып жатқан. Ырысбек айтады, мен ол квартирадан өзім шыққым келіп жүр, мен жаңағы өзім не істей алмаймын. Жаңағы бір келіспеушіліктер болып жүр, қасында бірге болайын, бірақ деп келді қасыма. Екеуміз сөйтіп жүрген кезде кеш болды, кеште Кенесарының қасындағы не бар? Скамейка бар, соның қасында скамейкаға ұйықтауға тура келді бізге. Бірінші мен ұйықтап алдым, екінші түнде тұрдым, ол ұйықтады. Неге кезекпен ұйықтап отқан себебіміз заттарыңыз бар. Күзетіп, сөйтіп, мен бірінші Астанада мен солай таныстым. Жаңа киноларда айтады ғой, скамейкаға қонып қалды деген. Сондай действительно менің өмірімде болды. Оны бірақ аянышты жағдай болған жоқ. Келесі скамейкада қыз бен жігіт жатты. Сияқты сондай жазғы уақыт қой енді. Сосын сөйтіп жүрдім, солай квартира таптық, бір кісілермен, бір семья отбасымен тұрдық. Оның 2 кішкентай қызы бар, өте шулайтын. Мен бір кішкентай Ырысбекті қасыма алдым, бір кішкентай квадрат метрде екеуміз өмір сүрдік. 40 мың теңгеге ма, соны жалдадық, соның өзін. Уже 20 мың теңгем жоқ, 10 мың теңгемен қалдым. Казмедияның сыртына барып тұрып, сыртына қарайтын қараған кезде, андай қатты ештеңе жұмыс жасағым келетін де, содан кейін есігінің алдына барып, өтейін десем, Казмедияда өтуші, андай пикалка дейді, карточка керек бейтіп. Немесе іштен бір таныс болу керек та. Сол таныс кіргізіп алу керек. Соны таныс жоқ. Сосын есінде Мейрам Исатаевич деген біздің деканымыз болды. Марқұм қазір ол кісі өмірден озып кетті. Сол кісіге айттым, мен группаласым Казмедияда жұмыс жасайды деп. Сол кісіге хабарласым, Мейрам Исатаевич, солай маған осының ішіне кіргізіп жіберуге ғана адам бар ма деп. Ары қарай өзім қатырамын деп. Кіргізіп жіберуге барған кезде, жаңағы Мейрам Исатаевичтің группаласы Мейіржан Әлібекұлы, танымал журналист, тележүргізуші шығып келе жатыр. Мейіржан ағаны көрген кезде, мен ішінен де үлкен, ол кісі звезда, ол кезде. Сөйтіп бардым, Мейіржан аға қарсы алып алды, кіргізді айтты, ұлттық арнаның бастығы 14-ші этажда отырады деп, тек бағыттап жіберді. Ары қарай бардым, 14-ші этажға көтерілдім, секретаршының жоқтығын пайдаланып, бастыққа тіке кіріп кеттім. Кіріп кеттім де, жаңағыдай осылай, жоқ, өтірік айтып жатыр. Бірінші барған күні секретаршыға резюмем тастап кеттім. Айгерім деген қыз, әлі есімде. Айгерімге тастап кеттім. Айгерім жақсы, неңізді қабылдаймын деп резюмені алып қалды. Мәзбін. Кірдім, мен уже ананың ішіндегі Казмедияның көру эйфориясы уже мен ішінде былай көп мақсатым орындалып қалған сияқты болды да, ары қарай күреспей қойдым. Сөйтіп, уже 2 аптадай уақыт өтті, ешкім маған хабарласпайды, резюмем не болған жайын білмеймін. Қайтадан мен жаңағы хабарласып, қайтадан кіргізіп жіберуге рұқсатын сұрап, кіргізіп жіберіп, мен жаңағы ішке кіріп, Айгерімнің столына барып қарасам, 14-ші этажға секретаршы орында жоқ екен, резюмем әлі сол жерде тұр екен.
Сол кезде түсіндім, резюме жазып біреуге беру деген барлығы бекер екен. Ар жақта Ілияс Пашарұлының кабинеті отырды, директордың. Кіріп бардым сол кезде, айтпастан сосын айтамын, сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай, мен осылай Орал қаласында, мен мындай The Voice деген жоба ешқай жерде жоқ, Оралда ұйымдастырдым, мынандай шара ұйымдастырдым, бүйттім, сөйттім. Ана кісі мен тыңдағысы келмейді, түк тыңдағысы келген жоқ. Тыңдағысы келмеген неге басты, жаңа секретаршысына Айгерім, Нұрлан шақырып жібере салшы деді. Айгерім орнына келген болып тұр. Бір уақытта арт жағымнан есік ашылды, Нұрлан деген кісі бетіп алдына айналып келіп отырып жатыр. Нұрлан Қоянбаев. Ең бірінші көрген кезде түрі байқатпайсың, ішінде бүйтіп деп жатыр да. Түрін бетімен бүйтіп қоямын, бүйтіп. Типа танымайтын адам сияқты. Нұрлан мына бала практикадан өткісі келеді. Өзін қабылдай қойшы, қалай қарайсың деген сияқты әңгіме айтты. Сөйтіп Нұрлан алып кетті, сөйтіп екеуміз бірге бірге қызмет атқардық, ұлттық шоу деген бағдарламасы дедік, сөйтіп қазір рейтингісі бар түнгі студия бағдарламасы дүниеге сөйтіп Астанаға осылай тап болдым. Сонда сол Нұрлан қайырымдылық грант балға өзі хабарласып қатысуға ниет білдіріп келе жатыр. Сонда осының барлығы оптимизмнің арқасы, иә? Білмеймін, оптимизм деп юношеский максимализм дейтін болады ғой, шауып кіріп, мен бәрін алынбайтын қамал жоқ деген сияқты. Мынандай нәрседе мен мектепті бітірген соңғы жылы мен өзім ауданында звезда болдым, былай айтқанда, мен жұлдыз ауру деген емес, сол кезде ауру болған сияқты. Себебі аудан көлемінде үлкен шараларды манағы менің кішкентай ауылым Аралтөбеде ұйымдастыратынбыз ше. Жалын деген фестиваль болады, награждение, Оскардың түр-түрін бәрін ауылда жасап тастағанмын. Сөйтіп ауылдан қалаға келген уақытта бәрін нөлден бастауға тура келді маған. Сол кезде 4 жыл дегенде беттім, өзім білесің, Оралдан мен кеткен уақытта мен уже Оралдың көлемі үшін танымал болып кеттім. Жаңағы кем дегенде Оралдың барлығы білмесе де, жаңа осы Оралдың шоу-бизнесінің ішіндегі адамдардың қасында, университеттің белсенділерінің арасында танымал болдым. Сөйтіп кетіп ан жаққа барған кезде қайтадан нөлден бастадым. Сол бұл бір сондай бір процесті жай ғана адам баласы құлаған кезде қайтадан тұруға қорықпау керек. Мен көп рет құлап көрдім, мен үшін құлау қазір қорқынышты емес. Құлап қалдым, жақсы, қайтадан кеттік кері бастайық дейсің ғой. Жарайды, рахмет. Қызықты, өте қызықты. Мен үшін жалпы тыңдармандар үшін жаңа информация болу керек, біздің көрермендеріміз үшін. Енді келесі сұрақ. Сенің өзің басқарған ең үлкен әлемдік жобаларының бірі. Димаш Құдайбергенов, сен өзің қасында болдың. Димашқа қалай тап болдың? Жалпы. Біз Славянский базардан кейін түнгі студия бағдарламасы арқылы сол жерде жүрген кезде таныстық. Біздер сол жерден досымыз барлығы жақсы болып кетті. Аймсингерға өзің ұсындың ба, әлде қалай пайда болды жалпы бұл жобаға қатысу ойы? Иә, ол Аймсингер жобасына есімде, Димаш екеуміз осы грант балға осы жаққа келген кезде, осы Оралдан, қателеспесем, Семейге Димаштың концертін ұйымдастырдым. Мен 2016 жылы тәуелсіздіктен 25 жылдығына 25 концерт деген кезде, соны Семейге барған кезде, соны мен ютубтан ашып Димашқа көрсеткен есімде. Бірінші WhatsApp-пен жібердім, осы конкурс бар екен, сөйтіп бардық. Жарайды. Бүгінгі таңда жалпы сол сайыстың барысында, Аймсингер сайысының барысында бүкіл Қазақстан болып тақымымызды қысып отырдық, Димаш жеңсін, Димаш өтсін деп. Енді сол уақытында сен Димаштың музыкалық продюсері ретінде, жалпы продюсер ретінде белгілеп жүрді өйткені. Продюсер дегенде... Өйткені бір-екі жаңалықтан көрген кезде Алпамыс Шариев астан продюсер жазып көрді. Ол жазатын жаңағы бұқаралық ақпарат құралдары өздері сөйтіп продюсер не деп жариялады. Енді былай айтқанда мен ең бірінші расын айтам, ол бір продюсер болайын, ойбай осы жерде танымал болып кетейін деп. Димаштың арқасында мен бір шамадан танымал расында да ол мен оны істемеймін. Я ұсынған мен, я оның Димаштың қасында 6 ай бойы Аймсингерді қасында бірге болдым. Бірақ менде бір ойбай продюсер болам, осылай деген нәрсе болған жоқ. Димаш бүгінгі таңда өзіндік жаңа Қытайдың компаниясымен бірге жұмыс жасап жатыр. Сол енді ол әрбір адамның енді ол өзіндік өмірлік жолы, сөйтіп ол бірге. Неге Димашты жеке демей-ақ қояйын, жалпы үлкен жоба ретінде продюсер болмадың? Неге? Сенің жақсы продюсерлік қабілеттерің бар. Оны бәрі біледі. Себебі Димаштың
менен бұрын өзінің продюсері бар, ол Димаштың өзінің туған әкесі. Қанат Айтбаев оның продюсері. Ол продюсер бар адам ғой, продюсер болмайды ешқашан. Жарайды, оны жаңа біліп отырмын. Өйткені халықтың көбі мысалы сұрайды, неге алпамыс Димаштың қасына кетті? Алпамыс қасында болды ғой. Иә, сол кезде мен болдым. Ол жерде барлығын енді Димаштың өзі де айтқан болатын. Біз барлық басынан аяғына дейін болдық. Бірақ енді өзінің продюсері бар Димаштың, ол Димаштың әкесі Айтбаев. Өзінің жеке жобаларының бірі, Бастау тобы. Бұл топтың құрамымен қалай таныстың? Жалпы бұған қалай? Димаш Құдайбергеновтің I Am Singer жобасы кезінде 7-ші турда Димаш Дайдидауды шыққан кезде біз Димаштың артында жалғыз өзі тұрмасын, ұлттық аспап, ұлттық киім, ұлттық әуен деп көрсетейік деп кішкентай ансамбль шақырған болатынбыз. Сол ансамбльдің құрамында осы 2 жігіт болды. Бұл Шабыттың студенттері? Иә, Шабыттың әлі күнге дейін сол университеттің студенттері. 2 студенті Қазақ ұлттық өнер университетінде оқиды. Сол жерде таныстық. Содан кейін 2017 жылы Димаштың концертін берген кезде сол жерде 27 маусымда ең бірінші тұсауы кесілді. Соған дайындап, сол жерге шығардық 2 домбырашы жігітті. Сол өздері ең басында келіп, маған ұсыныс білдірді негізіне. Осылай әуенімді сынап көресің. Одан кейін ойладым, расында да неге? Енді бір жобаның өзі, Димаштың өзі, мысалы, дауыс ретінде, әнші ретінде әлемге шығып отырған біздің еліміздің бриллианты да. Неге сондай бриллиантымыздың бірі домбыраны шығармасқа деген мақсатпен шықтық. Бір жылда енді 3 бірдей байқауда бас жүлдеге ие болдық. Соңғысы енді Голливудта алған Арнольд Шварценеггердің өзінің жаңағы қалай негіздемесі бойынша ұйымдастырылатын World Championships атты жобада алтын жүлдеге ие болдық. Оның айтпақшы, сонымен бір құттықтағым келді де, құттықтағым келді емес, мен комментарий жазып тастадым, бірақ енді ол Инстаграмда қалған әңгіме. Енді тағы да қандай өзінің қызықты жобаларың бар? Жоспарыңда бар қандай жоба бар? Жоспарымда бар жоба. Енді уақыт көрсетеді ғой, көп нәрсені істеуге болады. Біздер көп адамдар өмірде андайда белгілі бір мысалы, мен қазір көп енді өнер адамдарына пікір жазатын адамдарды түсінбеймін да. Мысалы, біреу бірдеме істеп атама, сен неге былай етесің, неге бүйтпейсің, неге сөйтпейсің деген сияқты үйде отырып алады да, майкамен шаштары маймайды, өздері дым істемейді. Сондай бір жұмыс пікір білдіріп, бәрі ақыл сынады да. Оданша әр адам өз өмірімен өзі айналысқан дұрыс. Сонда бәрі күшті болады деп ойлаймын. Бір-біріне жақсы сөз айтып, жақсы пікір айтып, сол кезде жаңағы адамның, егер сен ол адамға жақсылық тілесең, сонда жаңа жоспарлары пайда болады ол адамның. Солай мен де енді ойлаймын, алдағы уақытта қойып отырған жоспарларым ол өнер саласымен осы қайырымдылық жұмыс жолдарынан алыс кете қоймайды. Осы ауданнан болады, осы ауылдан болады. Сол. Енді қайырымдылық гранд-бал біткеннен кейін Астанаға кері жұмыс барысымен ораласың. Иә. Жалпы Астанадағы мына алдағы келе жатырған қандай жобаларға сені тікелей қатысың бар? Қай жобаларды біз сізді көре аламыз? Көп. Енді оның жанайдар арасында да барлығын бірге атап өте алмаймын. Көп жобалар, өте жобалар көп ұйымдастырылып отырған. Көбі алда жоспарлап қойып, әлі ұйымдастыруды бастамаған өзіме қызықты жобалар бар. Солардың барлығын алдағы уақытта енді көрсетсек, қазір Нұргезеттен бір шығамыз ғой, жаңалықтан естіп отырасыздар әйтеуір. Сол кезде көресіздер. Енді келесі сұрағымыз бұл дәстүрлі сұрақтардың бірі. Қазақстандық шоу-биз, той-биз емес, шоу-бизнес туралы өзіңіздің жеке пікіріңіз қандай? Жаңа толқын туралы, жаңа әншілер, жаңа топтар. Өте жақсы, себебі жаңа шоу-бизнес бізде өсіп келе жатыр, дамып келе жатыр, дамиды да, және алда уақытта болады да шоу-бизнес. Қазір концерттерге барған кезде, бұрында не үшін той-бизнес деген ұғым пайда болды, бұрында концерттерге барған кезде тек қана пиар үшін, жай танымал болу үшін ғана шығатын әншілер. Қазір әр концертте әншілер тегін шықпайды, барлығына гонорар алады, келісім шартқа отырылады. Яғни бизнес деген сөз келісім шартқа отырып, ақша алмасу болған жерде бұл бизнес. Яғни қазір барлық кәдімгі сахнаға шығатын әншілердің барлығы бір open air немесе тағы бір демек шықты ма, ол тегін шығып жатырған жоқ. Барлық жерде ол қайырымдылық шара болмаса, қалған жердің барлығында олар белгілі бір гонорарын алып шығып жатыр. Сондықтан бизнес бар. Бизнес дамып жатыр. Мысалы, 91 деген қалай күнін көріп жүр.
олар тойға шықпаса қалай күн көреді, яғни олар монетизация шоу-бизнестің арқасында күн көріп жүр. Той бизнес те бар, той бизнес шайтан керек те бізде. Ол болғанында жақсы ғой той бизнестің. Неге болмасқа? Күні кеше Қасым-Жомарт Тоқаев ағамыз жаңа айтты, тойды дүркіретіп өткізбейік. Соны қысқартайық дейді. Мысалы, сол туралы комментарий қандай? Мысалы, ол кісінің ойы, мен ол кісінің ойында, ол кісінің өзінде құрметтеймін. Бірақ енді бұл тойдың өзі біздің қазаққа ғана сай дүние деп ойлаймын. Мына шариғаттың өзінде де айтады ғой, үйленген кезде жария салу керек дейді. Сол сияқты жария салу мереке бір өзіндік. Не үшін өмір сүреміз біздер? Егер қуанышты бөліспесек, солай енді асыра мал шашпақ болып, ысырапқа салынбау керек. Бірақ белгілі бір көлемде тойды атап өтіп, оған жаңағы өнер адамдарын шақырып, олармен жақсы көңіл көтеріп, бір тума-туыстарына күні кеше өзінде той ұйымдастырдым. Сол кезде мысалы, не үшін мен тойыма, енді олар әнші ретінде өздері қолдап келді. Мысалы, Еркес Махан, Гүлнұр Розымбетова, Серік Ибрагимовтарға рахмет айтамын. Сол кезде мысалы келген менің туыстарым бір шабыт алып қалды да, мотивация алып қалды. Әншілерді көріп, мен тойымнан өздері бір жақсы дүние алып қалды. Кәдімгі күшті оқып қалдық қой осы тойға келіп деп. Бұл міндетті түрде тойға барып, ішімдік ішіп, удай мас болып жату емес. Сондай бір әдемі рахат сезіну, рахат алу. Жарайды. Енді соңғы сұрақ, өзің бана атап өткен 91 жобасы бойынша. Сол жоба, дәл сол жобаға қатысты өзінің ойың? Жақсы, мен ешқандай жаман ойым жоқ. 25 қазан күні өтетін кезде, бірінші грант балымыз 25 қазан болатын. Сол кезде 91 келісіп келейін деп жатырған. Біз Ерболатпен жақсы қарым-қатынастамын. 91 тобын басынан бері шыққан уақыттан бері маған музыкалардың барлығы ұнайтын. Менің iPhone-да, iTunes-інде ол әндерді тыңдаймын. Барлығын емес. Бір белгілі бір әндер ұнайды, соларды тыңдаймын. Жаңашылдыққа, жаңалыққа керек ондай әндер, ондай әуендер керек. Бірақ маған ұнамайтыны енді соған ұқсаймыз деп шығып атырған топтар, олар сәтсізді, ол 91 бір топ шықты ғой, болды емес. Бәріміз 91 болып кетпеу керекпіз. Одан жаңаша бірдеме шығар. Жаңалық шығар, басқаша шығар, болды, ойбай, 91 шашын бояды ма, бәрі бояу. Адамның өзінің ясы болу керек қой, мен деген нәрсесі болу керек. Сол менінен айлық қалмау керек деп ойлаймын. 91 ол маған әуендер ұнайды. Кейбір стильдері бойынша, границадан, шекарадан шығып кетіп жатады. Бірақ музыкасы сапалы, олдай сапалы музыкалардың барын мен ойлаймын қажет. Жаңағы шоу-бизнестің өсу үшін сондай сапалы әуендердің болуы қажет. Шоу-бизнеста жаңа толқындағы өзіңе ұнайтын өзінің плейлистында бар 3 жаңа топ немесе әнші. Соларды атап берші. Қазақстандық па? Қазақстандық жаңа толқын. Қазақстандықтан енді білмеймін, жаңа толқынға жата ма, жатпай ма, Ғалымжан Молданазардың әуендерін. Бір қызығы, Ғалымжан Молданазармен мен мүлде былай барлық әншілердің 60-70%-мен таныс болсам да, мен 3-4 адам бар, мен олармен танысқым келмейді. Ол Ғалымжан Молданазар, актрисалардан Аружан Жазылбекова сияқты, олардың өнерлері ұнайды да маған. Мен олар үшін жай көрермен болып қалғым келеді. Өзінің позицияны сондай. Талпынбаймын. Мүмкіншілік болса да, Ғалымжан Молданазарды тыңдаймын. Бұл бір. Екіншісі, қазір енді тыңдап бастап жатырған бар әнші Әміре. Себебі Әміренің әлі өзінің плейлистіма толтыратындай жеке әндері жоқ. Жеке әндері шықса тыңдаймын, бірақ жаңағы демо версия, кавер версиядағы жазылған әндері, лайв конкурстағы әуендерін тыңдаймын. Сосын үшінші жаңа толқыннан Мархаба Сәби. Мархаба Сәби. Осы үш әнші. Жарайды, рахмет. Енді келгеніңе рахмет. Біздің бағдарламада жаңалықтар көп сенің багажында, оны білеміз. Ол жаңалықтар алда болған кезде, міндетті түрде Оралға келген кезде, немесе бізде мүмкіндік болса, Астанаға барып, біздің бағдарламада тағы да қонақ болсын деген тілегіміз бар. Міндетті түрде қуана шақырғандарыңызға үлкен рахмет білдіремін Жанайдар. Рахмет.